Ал қымбатты көрермен, денемізді шынықтырып алдық. Енді біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін бізде студиямызда қонағымыз ұлттық асымызды насихаттап жүрген жандардың бірі Айнұр Рысбекқызы келіп отыр. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Таң қалай өтті бүгін сіз үшін? Таң арайлап атты, сәрсенбінің сәтті күні болғаннан кейін таңымыз арайлап атып, балаларды мектепке, жолдасым жұмысқа жіберіп, осы жаққа бізге келдіңіз. Керемет, жалпы енді әлеуметтік желілерден көріп жатырмыз. Түрлі қазақтың ұлттық тағамдарын заманауи технология бойынша дейікші жасап жатыр екенсіз. Мұндай керемет ой қайдан келді? Жалпы енді біз қазақ отбасы болғаннан кейін дастарханнан қазақтың ұлттық тағамдарын, дәруменге бай, құнарлы қазақтың ұлттық тағамдарын, қазақтың сары майын, ірімшігін, қоспасын дастарханнан арылтпауға тырысамыз. Барынша сол дастарханға салынған қоспаны біздің отбасылық досымыз деп айтсақ болады. Ол кісі де қалада туып өссе де, қаланың тәлім тәрбиесін алса да, қазақы асқа, ұлттық асқа өте сондай жаны жақын, жақсы көреді, сүйіп жейді. Сонда дастарханға салынған жаңағыдай қоспаға қатысты, бұл қоспаны неге осындай конфет түрінде шығармасқа, бұл өте дәмді ас екен, қазақтың осындай керемет тағамын, десертін неге қазіргі заманға сылай жасамасқа деп сондай бір идея, ұсыныс айтты. Одан кейін енді мен ол әрине ой салды. Оның үстіне балаларды жаңағыдай жақсы көреді ғой конфет түріндегі тағамды. Сосын келдімде қоспаны не істеуге болады? Алдымен кунжутқа, сыртын кунжутпен қаптадым. Бірақ қоспа білесіздер өзі ылғалды ірімшіктен жасалғаннан кейін оның үстіне май қосылады, ол жылы жерге дастарханға барғанша ол жаңағыдай кішкене қалыбын өзгертіп, еріп кетеді. Сосын күнжіт болмады. Жалпы жай қалыптарға да салып көрдім, ол да болмады. Содан кейін шоколад конфетті жеп отырып, шоколадпен қапталған конфетті сондай ой келді. Неге қоспаны шоколадқа қаптамасқа? Ішіне, мысалы, біз шетелдік конфеттерді көп жейміз, Рафаэлло, мысалы, ішіндегі салмасы, начинкасы жұмсақ болып келеді, ал сыртындағысы жаңа қатты, демек ол оның қалыбын сақтап тұр. Ауа өткізбейді бір жағынан, қалыбын сақта, жегенге де ыңғайлы, дәмді. Соны ойладым да, соны жасап көрейінші деп. Әрине қазір әлеуметтік желі деген жақсы болды. Көп жағдайда соған жүгініп, содан көп мәлімет алып отырамыз. Сосын бірден шоколад алдыртып, арнайы шоколад, шоколадтың түр-түрі бардың. Сол кезде енді қазір бара-бара осының бәрін өзім үйреніп келем. Шоколадтың да түр-түрі бар екен, осы арнайы конфет қаптауға арналған шоколадтар бар екен. Сол шоколадтарды алдыртып, жаңағыдай өзінің бір әдісі бар, темперированный деп атайды, оны арнайы температурамен суытып, ысытып, сөйтіп әдемі қату үшін оны да сондай баптау керек екен. Сондай нәрселерді игеріп, осы қоспаны шоколадқа қаптап көрдім. Өте жақсы шықты. Басында қоспаны шоколадқа және финик, біздің құрмамыз бар ғой, соны шоколадқа қаптап жүрдім. Оның ішіндегі дәнін алып тастап, ішіне миндаль немесе кешью, жаңағы өзіміздің жаңғақтарымыз салып, одан кейін сыртын шоколадпен қаптадым. Өте дәмді екен. Ол да енді былайша қарап тұрсақ, еш бояусыз, жаңағыдай консервантсыз, еш қоспасыз, қос иіс, жаңағыдай иіс беретін бір нелер болады ғой, химиялық заттары. Ондайсыз тек қана таза түрде конфет пайда болды. Ұнады елдерге. Одан кейін осыны бір жолға қою керек шығар деп ойладым да. Шамамен неше жыл бұрын бастадыңыз осы? Бір жылдың төңірегі болмады әлі. Бір жыл деп айтсақ болады. Бастап, қызығып, сөйтіп жай үйде өзіме бастап жүргеніме бір жылдың төңірегі болды. Ал әлеуметтік желілерге салып, осылай астына әдемілеп пост жазып деген сияқты сондай нәрселерді бір 6-7 айдың төңірегі болып қалды. Керемет, жалпы кешірім сұраймын. Жалпы қазақтың қандай ұлттық тағамдарына көбінесе жасайсыз? Мысалы, құрт, қоспа, бұдан бөлек. Құртты жақсы идея айтып отырсыз, тәтті құрт бар. Оны да маған өткенде Қызылорда облысынан бір тәтеміз хабарласып, осының ішіне сен қоспа салады екенсің, жент салады екенсің. Енді сен неге құртты көрмеске, бізде тәтті құрттар бар деп сөйтіп ұсыныс жасаған еді. Енді құрт пен шоколадтың қандай үйлесім болатынын білмеймін, бірақ оны да көруге болады екен. Жалпы қоспа және де жент.
біз қоспаны білеміз, ол ірімшікті әрі қарай қайнатып қызартып, оны кептіріп, жаңағыдай ет тартқыштан немесе үткіштен өткізіп, оған май құйып, сөйтіп кәдімгі халва сияқты жасалатын нәрсе. Ал енді жент деген біз үшін таңсық қас екен. Павлодар облысына білмеймін, бір отбасылар мүмкін оларға таңсық емес шығар. Мен үшін өте бір сондай бір жаңалық болды деп айтсам болады. Оны мен әлеуметтік желілерден байқадым. Жент деген талқаннан жасалады екен. Ал талқан дегеніміз не? Талқан дегеніміз бидайдың немесе тарының диірменнен өткен ұнтағы. Оны арнайы ең алдымен тарыны, бидайды жаңағыдай қызартып отқа қуырады екен. Одан кейін оны диірменнен өткізеді. Бір реттік диірменнен өткізіп, қант қосып, оғанда май қосып, жаңағы қоспамен жасау әдісі бірдей. Соны солай ұсынады екен. Оны батыс өңірлерде тарыдан жасайды, өйткені батыс өңірдің тарысы жұмсақ болып келеді да, жеуге ыңғайлы екен. Ал Павлодар облысының тарысынан жасап көріп едім, ол менде шықпады. Диірменнен өткізсек те, ол қаттылау. Өйткені Павлодар жақта тарысы қатты болады екен. Содан кейін бидай талқаннан жасауды жөн көрдік. Енді мен бидай талқанды дайын түрінде дүкеннен сатып алып жүр едім. Өткенде тағы бір ағамыздан ұсыныс түсті. Мына Мойылды елінде, жаңа Мойылды ауылында өзінің диірмені бар екен, Қытайдан алдырған арнайы. Сол диірменнен келіп, өте арзан бағада, осы қанша сұрайсың, сонша саған жаңа бидайды жақсылап өткізіп берейін диірменнен деп айтты. Ол да бір Алланың жіберген көмегі сияқты деп өзім ойладым. Жалпы бұл жерде енді қоспаны қайдан аласыз? Қазіргі таңда бұрын енді өзім жасап жүрдім дедіңіз. Қазір енді қайдан аласыз? Қазір енді ауыл жақтардан жеңгелеріміз жасайды. Қоспаны өте таза. Сол жеңгелерімізден алдыртамыз. Жалпы қоспа енді біздің, мысалы, менің отбасыма қоспа ондай бір керемет қиындық тудыратын бір жасау әдісі бір қиын дүние деп айта алмаймын. Себебі оны менің әжем жасаған, әжем жасап беріп мамама жаңағыдай қоспасын араластыртқызып, сөйтіп бір дәстүрден дәстүрге жалғасып әжеден қалған сондай бір дәстүрімізді әрі қарай жаңғыртып келеміз. Ал бүгінгі таңда енді жоспарда бар, үйде жасау тіптен жақсы болатын еді, оған бірақ арнайы жаңағыдай қазандық керек, үлкен, оған сүт керек. Сол мәселе бойынша қазір мысалы жұмыстар атқарып жатырмын өзім. Сол жағынан. Жалпы енді өзіңіз аспаздық оқуды тәмамдадыңыз ба? Жоқ әлде бұл басқа саладан келіп осындай аспаздыққа кірісіп кеттіңіз бе? Рахмет. Аспаз болам деп, аспаз деп айтпай ақ қойын, енді осындай бір кондитерлікке жақындау шығар. Бұл нәрсе өзім ойымда болмаған мүлдем. Мен жалпы өзі асханаға да сондай бір керемет адамын деп айта алмаймын бас кезінен. Енді өзім студент, бізді жалпы отбасымыз, мама мен папам сабақ оқы деп тек қана сабаққа үйретіп, сол сабақ жағын ғана ұстатқызып келген. Одан оқу бітірдік, Евразия ұлттық университетінің филология факультетіне түстім. Мектеп кезінде жаңағыдай шығарма жазып, абай оқуларына қатысып, қазақ тілі мен әдебиетінен республикалық олимпиадалардан жүлдегер болып, сол журналистиканы таңдасам ба деп сөйтіп арман қуып Астанаға барған болатынбыз. Сол жақтан 4 жыл оқуым тамамдап, дипломмен ауылға бағдарламасын, соның негізінде ауылға әке-шешемнің жанына барып жұмыс жасадым 1 жылдай. Одан кейін тұрмыс құрып, бала-шағаның ортасында жаңағыдай балаларымды өсіріп, сөйтіп 5 жылдай үйде отырдым. Одан кейін балаларым сәл жетілгеннен кейін қазақ тілін бойынша жаңа тілдерді дамыту мемлекеттік жаңағыдай мекемесі 3-ші емхана тілдерді дамыту бойынша 3-ші емханада маман болып жұмыс жасадым. Енді қайтадан декреттік демалысқа шыққаннан кейін осында міне өнімдерді насихаттау қолға алдым. Көбінесе байқағаным, жалпы қаламызда осындай қолөнершілікпен айналысатын әйелдердің көбісі декреттік демалыста, яғни уақыттарын бос өткізіп отыр, осындай тамаша ойлар туындап жатады. Бұл біздің жаңалықтарымызда болсын, жалпы бағдарламамызда болсын, бірнеше рет жиі айтылады. Жалпы қазір Инстаграм деген әлеуметтік желі деген біз көбіне ғаламтор жаман әсер етеді, көбіне жаман жағын айтамыз да, бірақ
білетін адамға, жақсылығын пайымдап, саралап, екшеп ала алатын адамға бұл Инстаграм деген, жалпы әлеуметтік желі деген өте үлкен, көбіне үйде отырған аналарға өзін дамытуға, өзін дамытуға, басқа ақпараттар алуға, психологиялық жағынан көмек алуға, барлық рухани жағынан болсын, бір жақсы сондай бір көмек болып отыр. Сол Инстаграм арқылы табыс тауып отырған, сол әлеуметтік желі арқылы жаңадан мамандық игеріп отырған аналар көп. Солардың бірі менмін дедіңіз. Керемет. Жалпы мен сізге келсем, уақытымен дұрыс пайдаланса, барлығын, яғни барлық істе ешқандай зияны жоқ деп ойлаймыз. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде студиямызға қонағымыз келіп отыр. Ол кісі ұлттық асымызды насихаттап жүрген Айнұр Рысбекқызы. Біз сұхбатымызды жалғастырсақ. Жалпы енді осы тәттілеріңіздің денсаулыққа әсері қандай? Денсаулыққа әсері өте жақсы. Біз ата-бабамыздан келе жатқан ас қой, бұл қоспа дегеніміз. Өзі әжелеріміздің үлкен бір көрегендігімен жасалған ас. Ол заманда ешқандай мынандай техника жоқ, технология жоқ, ешқандай электрлік жаңағыдай құралдарымыз ештеңе жоқ. Сол себептен әжелеріміз сақталуы бойынша ұзағырақ болатын, ол кезде тоңазытқыш жоқ. Жасалуы қарапайым, бірақ сонда да барлық өзінің табиғат берген барлық дәруменін, барлық минералдарын сақтап қалатын сондай батырлардың асы деп айтсақ болады. Енді осыны жеп бабаларымыз жауға шапқан ғой, құртты жеп, малта салып жүреді дейді. Осы кезде қоспаның жаңағыдай маңызы, қоспаның рөлі өте үлкен. Сыйлы қонақтарына салған қазақ қоспаның біз білеміз, мысалы сүт өнімдерінде кальцийдің Д дәруменінің кені сүт өнімдері. Міне жаңағыдай біз сүзбе деп жатамыз, творог, ірімшік. Бұнда да кальций, фосфор, магний, фтор және де көптеген микроэлементтер, Б тобы, С тобы, П тобы элементтері өте көп. Және де жаңа ірімшікті ары қарай қызарту арқылы оны қызыл ірімшікке айналдырған кезде одан да жаңағыдай пайдасы одан да орасан болады екен. Және де адамның ми жүйесіне, жүйке жүйесіне, асқазан, ішек, несеп жолдарының бәріне де пайдалы әсер етеді осы қоспа. Ал жентке тоқталатын болсақ, жент енді бидайдан жасалған, бидайдың ұнтағынан жасалған ас. Ол жаңағыдай қоспаға қарағанда жеген кезде текстурасы кішкене бір түйіршіктелген ұнтақ болады. Скраб деп айтсақ болады, мысалы, көпшілікке танып. Және бұл ағзаға барған кезде біздің ішек құрылысымызға скраб түрінде әсер етеді. Токсиндерді шығарады, өте жақсы сондай бір жағынан тойымды, екінші жағынан пайдалы организмге, біздің ағзамызға өте бір үлкен сондай пайдасын тигізетін ас болғандықтан, осы асты насихаттап, жаңа форматта елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, мысалы, рухани жаңғыру, оның ішіндегі ұлттық код деп жатыр. Осындай нәрселердің барлығын бүгінгі күнде дамыту керек деп ойлаймын. Балаларға да мысалы қызықтырып беруге болады. Жаңа форматта шоколад түрінде болса, тіптен балалар қызығады. Және де министрлік күні кеше ғана Наурызды жаңа форматта тойлауды ұсынып жатыр. Бұнда да балаларға аса үлкен мән беріледі деп жатыр. Демек, балалар жеген конфеттерге де мән беріледі деп ойлаймын. Мысалы, Аяз ата дорбасында конфет болады ғой, сол сияқты бізде Қызыр атаның дорбасында конфет болмаса да, біздің әжелеріміздің сарқыт дорбасы бар ғой. Өзі қазақ халқында ғана бар деп ойлаймын, сарқыт дорба. Әжелеріміз қонаққа кетсе, әке-шешеміз қонаққа кетсе сарқыт күтеміз. Сол сарқыт дорбасына мүмкін осындай конфеттерді, шоколадқа қапталған ірімшікті, шоколадқа қапталған жентті, одан кейін жоспарда бар балқаймақ, оны менің нағашы апам өте керемет жасайды. Сол балқаймақты осы қоспаның ішіне салып көрсе, өте дәмді болар деп ойладым. Керемет, жалпы біздің көрермендерімізге көрсетіп жіберсеңіз, қандай түрлерін жасайсыз, қандай түрлерін бүгін бізге әкелдіңіз, сол жалпы өзі құрамы бойынша тек қана екеу менде, жент шоколадтағы және қоспа шоколадтағы. Оның ішіндегі мысалы тағы да құрамына тоқталатын болсақ, бұның ішінде кейбіреуіне жаңғақ қосамын құрамына, кейбіреуіне мейіз қосамын. Сонда бұл мейізді және жаңғақ түрі болып бөлінеді. Одан кейін безендірілуіне байланысты, мысалы кішкентай жаңғақты түйіршіктерін көріп тұрсыздар, бұл жаңағыдай жаңғақты үгіту арқылы жасалған.
Бұны жаңағыдай безендіру үшін табиғи түрде тағы да бір дәмнің ноталарын сезсін деген мақсатпен өте бір үйлесімде болады екен. Жаңғақ пен ірімшік, жаңғақ пен жаңағыдай жент өте үйлесімде болады екен. Одан кейінгі түрі вафли түйіршіктері көріп тұрсыздар, вафли ұнтақтары. Бұны енді батыс елдерде жасап, осындай торттың бетіне сеуіп, сондай нәрсені дамытып жүрген көрінеді. Оны да қосып көрдім. Бұл да табиғи, ешқандай жаңағыдай қоспа, ондай дәмдеуіштер ештеңе жоқ, тек қана вафли қалай жасалады, дәл солай жасалған ғой. Оннан жаңағыдай май қосып. Және кокос біз білеміз, кокос өз табиғи түрде кокос ұнтағы бұл ақ болып келеді. Бірақ мен оны бояймын. Бояғанда дүкеннен ешқандай бояғыш заттарды алмаймын. Қызыл түс білесіздер. Ол бізде қызылша, қызылшаның суымен, сары қызғылт түс жаңағыдай ол сәбіз, морковь деп жатамыз. Одан кейін жасыл түс жаңағыдай бізде чанши өнімі бар, балдырдан жасалған өзінің капсулалары бар. Өте жаңағыдай керемет бояғыш әсері күшті, себебі ол табиғи балдыр. Соның бір капсуласы маған 1 килограмм кокосты бояуға әбден жетеді. Суға ерітіп, жаңағы кокостың ұнтағын саламын. Одан кейін оны біраз уақыттан, жарты сағаттан кейін сүзіп алып, күнге кеп тұру керек негізі. Бірақ қазір күн жоқ, сол себептен духовканы пешке салып, есігін ашып пешке салып, аз температурада сөйтіп кептіріп аламын. Өте дәмін де сақтайды, түрі де ешқандай қызылшаның дәмі де болып кетеді деп ойлап едім. Қызыл түсті кокоста ондай болмады. Сол себептен бұл да бір лайфхак деймін ба? Жаңадан бастап жүрген кондитерлерге. Осы және де корпусты конфет дегендер бар. Мен қазір көрсетейін. Міне ол мынау корпусты конфет. Корпусты конфет дегеніміз, мынаны мен осылай қаптадым. Эстетикалық бір әдемілік болсын деп. Корпусты конфет дегеніміз мынадай болады. Кәдімгі өзіміздің дүкеннен алып жеп жүрген конфеттеріміз. Набор коробка шоколад деп жатады ғой. Жаңағы ассорти соның ішінде болатын. Бұның ішінде жент, қоспа. Бұнда арнайы бір қалыптарға салып, өзінің бір әдістері бар. Керемет. Осы. Жалпы енді алдағы уақыттағы жоспарларыңызбен бөліссеңіз, қандай жұмыстар жасайын деп жатырсыз? Алдағы уақытта осы корпусты конфетті дамытуым керек. Себебі мына басқалары ол қолдан қалыпқа салып, оны жаңағыда қолдан шоколадты құямыз, ал корпусты конфетте кішкене басқаша. Бұл эстетикалық былайынша әдемі көрінеді, ыңғайлы, және де сұранысқа ие деп ойлаймын қолдан жасалған конфетке қарағанда. Кейбіреу айтып жатады, мысалы, неге қоспаны шоколадпен дәмін бұзасыз? Неге кокоспен дәмін бұзасыз деп. Бұл деген мен бұзу деп ойламаймын, бұл деген керісінше татып көрген адамға бір-біріне сондай бір әдемі бір үйлесіп тұратын тағамдар. Және де неге осы ұлттық асымыз тек қана дастархан төңірегінде қалу керек? Оны біз осылай сый кәде ретінде, оны біз біреуге сарқыт ретінде, оны біз сыйлық ретінде, комплимент деп жатады, сондай кішкентай жаңағыдай әдемі бантик жасап жанына, сондай сыйлық ретінде неге бермеске, неге біз балаларға оны беріп жаңағыдай қызықтырмасқа деп жаңа бір заман сатыға өту керек деп ойлаймын. Бұның бәрі тек қана дастархан үстінде қалмай. Мысалы, күні кеше ғана көрдім теледидардан ши бауырсақты, қазақтың ши бауырсағын белгілі бір соустармен ұсынып жатыр екен батыс елдерде бір жерде. Қазақтың жігіті соны жасап жүрген. Бұл да ойлаймын үлкен бір прогресс, жаңағыдай жаңғыру, рухани жаңғырудың бір сатысы деп ойлаймын. Сол себептен қоспаны да бір жаңа форматта неге көрмеске деп сондай шешімге келдік. Енді балғаймақ, жоспарда балғаймақ. Керемет. Жалпы енді біздің бағана бейнебаян арасында сұхбаттасып жаттық, бір ақындық өнеріңіз бар екенін айтып жаттыңыз. Енді бір қонақ кеде ұсынсаңыз, бір қысқа. Рахмет. Жалпы бұл 11-ші сыныптарда жазылған болу керек. Қазір есімде жоқ. Бүгін тақырыпқа келеді екен, соны оқып берейін. Арманым деп аталады. Арманым бар көкіректі кернеген, асу асып, асқараларға сермеген. Жас жүрекке жалын беріп тулатып, көгершіндей көңілімді тербеген. Пәк арманым қиялмен қол ұстасқан, ай нұрымен күнмен де ол ұштасқан, аттың басын болашаққа бұрғызып,
сәбилікпен, балалықпен қоштасқан. Құлашымды ұрсам тез ақ ертеңге, қанатымды жайсам деймін мен кенге, туған елге еңбек етсем ерінбей, мейлі маған бермесе де бір теңге. Ата дәстүр жаңғыртсам әс салтымды, жырлармен әлдилесем халқымды, дамуына үлес қоссам елімнің, білмейтін қып тұйық қапас зар мұңды. Дана жұртым ғаршы көкке өрлегің, орындалып арзу арман тілегің, қалаулысы қазағымның болсам мен, арманым жоқ бұ жалғанда дер едім. Керемет, рахмет. Жалпы енді біздің эфиріміздің уақыты шектеулі болғандықтан, жалпы енді эфирімізге уақытыңызды бөліп арнайы келгеніңізге сізге мыңда бір рахмет. Шынымен де мұндай өнімдерді жасайтын жандар біздің облысымызда, жалпы өңірімізде жоқ десек те болады.